Мына адам өзінің сүйіктісіне $500 аударды. Нәтижесінде оның шотына $50,000 түсті. Бұл адамның керемет күші болғаны белгілі болды. Ол қызына ақша жұмсаған сайын, ол ақшаны 100 есеге қайтарып алатын. Сөйтіп мына адам өзінің қызына көлік алуға кетті. Оның қызы қатты таң қалды. Сонда сатушы әлгі адамның киімін байқап, оған төмен қарады. Оны қумақшы болды. Осы кезде бір бай баласы келіп, әлгі кісіге мысқылдап күлді. Бірақ ер адам оларға мән бермеді. Ол қызына қалаған көлікті таңдап алуын айтты. Бірақ біреуін таңдаған бойда сатушы оны итеріп жіберді. Бұл көлік $5 миллион тұратын. Сонда бай бала, егер адам шынымен $5 миллион төлей алса, олар сол жерден шығып кететінін айтты. Ер адам ойланбастан банк картасын суырып алып, іске сал деді. Барлығы күліп жіберді. Бірақ төлем жасалғанда адамдар таң қалды. Бай баласы оның шын екеніне сенгісі келмей, карта оқу құралын тартып алды. Содан кейін адам оған жорғалауды бастады. Бірақ бай баласы оны танымайтындай кейіп танытты. Сатушы кенеттен қатты құрмет көрсетіп, оларды көлікті алуға келді. Көлік кілті қызына тапсырылған кезде, ер адамның банктік шотына бірден $500 миллион түсті. Ер адам банкке ақша алу үшін барған. Сол кезде оның $100 купюрасы жерге түсіп кетті. Бұл банк менеджерін таң қалдырды. Оны бірден үлкен клиент ретінде қабылдады. Тіпті банк басшысы оны қабылдауға келді. Ол кісі кеткеннен кейін губернатор ол туралы білді. Ол кешегі байлар тізіміндегі жаңа ең бай адам. Үш үлкен отбасының адамдары ер адамның қайда екенін білгеннен кейін бәрі оны тауып, бірінші болып достасуды жоспарлады. Осы кезде ол кісі қонақ үйде ағасымен кешкі ас ішіп отырған. Ер адам мәзірдің бағасы бірнеше тиын екенін көреді. Қонақ үйдің ас мәзіріндегі қателік шығар деп ойладым. Ал ағасы ол кісі шошып кетті деп ойлады. Дереу бірнеше юан тиындарын шығарып, өзін көрсете бастады. Бірақ бұл сәтте қарызы бар адам үшін енді проблема емес еді. Бірақ дәл осы сәтте қарызды өндіріп алушылар келіп, ағасының қолынан ұстап, ақшаны тез қайтар деп қорқытты. Адам қанша ақша қарыз екенін сұрайды, мен оны ағаммен бірге төлеймін деп айтады. Гангстер 4 саусағын көрсетеді. Ер адам 400 мың дегенде оның шамасы жоқ деп ойлады. Қаскөй әмияндағы 50 үні көріп алды. Және оның өзгерсін шарттың қағазын жыртып, ер адамға визитка картасын берді. Болашақта қиындық туындаған жағдайда қоңырау шалыңыз деді. Кенеттен ол бұрынғы қызына тап болды. Ол бірден гауһар тас сақинасы мен дизайнерлік сөмкесін салбыратып, оны мазақтай бастады. Ол оның тозған киіміне мысқылдап күлді. Ер адам оның үлкен шығыншы екенін түсінгенде, кенеттен оған бір идея келді. Ол оған $1 миллион аударды. Ер адам оған $500 миллиард бәрін жұмсай алса, оған $1 миллиард сыйлайтынын айтты. Ақшаға зар болған бұрынғы қызы сол жерде оған үйленуге ұсыныс жасады. Содан кейін ол ер адамды жеке ұшақ өндірушісіне апарды. Бірақ олар ішке кірмек болған кезде сатушы әйел оларды тоқтатты. Ол оларға ешқашан ұшақ сатып ала алмайтынын айтып күлді. Ер адам бір ұшақты ғана сатып алмаймын, кез келген ұшақты көргенде сатып аламын деп сенімді түрде жауап берді. Сөйтіп ол картасын басқа сатушыға берді. Сатушы оған қуанышпен экскурсия берді. Әйел бір реактивті ұшақтың бағасын сұрады. Сатушы бір ұшақтың құны $1 миллиард екенін айтты. Ер адам бірден бас тартты. Сатушы баға тым жоғары деп ойлады. Бірақ ер адам одан да қымбат нәрсе алғысы келетінін айтты. Сату қызметкері қобалжыған күйде оған $15 миллиард тұратын ұшақты көрсетті. Ер адам оны әлі де арзан деп тапты. Ол бірден ең қымбат ұшақты талап етті. Сатушы таң қалды. Ең қымбаты $100 миллиард тұрады деді. Ер адам келісіп келісімшартқа қол қоюды сұрады. Бірақ сатушы қуанып кетіп бара жатқанда, ол кенеттен ол жерден әрбір ұшақты сатып алғысы келетінін хабарлады. Содан кейін ол өзінің қызын аукционға апарды. Бай баласы тағы шықты. Бай баласы кек алғысы келгендіктен ол кісіні ештеңе сатып ала алмайсың деп қорқытты. Ер адам мән бермеді. Аукционға қойылған бірінші зат $8 миллион тұратын ваза болды. Бай баласы бірден $20 миллион ұсынды. Ер адам оны $30 миллион көтерді. Бай баласы вазаның құны небәрі $18 миллион екенін айтып, оны мазақ етті. Бірақ адам оған бәрібір деді. Маған керек деді. Тіпті ақшаң жоқ па деп бай баласын мазақтады. Ашуланған бай бала $50 миллион ұсынды. Ер адам қуана қол соқты. Бай баласы әлгі кісінің сауданы неге тоқтаттың деді. Әлгі адам мен ақымақ емеспін деді. Бұл бай баласын одан бетер ашуландырды. Соңында бай баласы вазаны жеңіп алды. Содан кейін аукционның ең қымбат алқасы пайда болды. Ер адам қызын таң қалдырғысы келіп, оны сатып алуға шешім қабылдады. Бірақ бай баласы бағаны көтере берді. Содан кейін адам $100 миллион ұсыныс жасады. Бай баласы қуанып қалды. Ол ондай ақшасы бар екеніне күмәнданған адамға жақындады. Бірақ ер адам сабырлы түрде қызметкерлерге картасын жүргізуді бұйырды. Төлем сәтті болған кезде бай баласы сенбей қалды. Ер адам қызына алқа тағып жатқанда ол бірден $10 миллиард алды.